Қазіргі әлемде замандық шиеленістер артып кетті. Соның бірі Қытай Жапонияға 9 зымыран атқылады. Ал ақш болса, Қытаймен барлық байланысты үзді. Егер видео қызық болатын болса, ардыңға лүпіл басып, жазылып қойыңыз. Ресей мен Украина соғысып жатқанда енді Қытай мен Жапония соғысы қосылды ма? Енді әрі қарай не болмақ? Соғыстар осылай артып барады. Қытай Жапонияға 9 зымыран атқылады. Олар 350 шақырымнан 700 шақырымға дейін жеткен. Зымырандардың 4-еуі Тайвань жерін көктей өтіп, 5-еуі Жапонияның айрықша экономикалық аймағына түсті. Күншығыс елінің сыртқы істер министрі Йосимаса Хаяси Қытайдан Тайвань маңында оқ атқылап жатқан әскери оқу-жаттығуды дереу тоқтатуды талап етті. Сондай-ақ Жапон үкіметі Қытай билігіне қарсы дипломатиялық арыз түсірді. Қытайдың Тайвань бұғазын қоршай бастаған әскери жаттығу көрші елдерді алаңдата бастады. Әсіресе Жапония наразылық білдіріп жатыр. Жапония қорғаныс министрі мұндай өрескел әрекет Қытай тарапынан бірінші рет болып тұр дейді. Себебі дәл осы күні ақш-тың өкілдер палатасының спикері күншығыс еліне ресми сапармен келген. Қытайдың жексенбіге дейін созылған әскери жаттығулары ақш-тың ең лауазымды үшінші тұлғасы Нэнси Пелоси аралдан кетісімен 1 сағаттан соң басталған еді. Қытай әскері Тайваньды шеңберге ала 6 жерде әскери қимылдарға кіріскен. 100-ден астам жойғыш және бомбалаушы ұшақтар мен 10-нан астам әскери кеме тартылған. Ал ақш Тайваньды ішкі саясаттың мүддесіне пайдаланғысы келгенін айтқан. Қытай сыртқы министрі Ван Ви республикалық саясаткерлердің эгоистік көзқарастарын бақылап, қол қусырып отырмайды дейді. Осы ретте Қытай үкіметі Нэнси Пелоси мен оның отбасы мүшелеріне санкция салады. Осыған өзіңіздің көзқарасыңызды комментке қалдырып қойыңыз. Неге Қытай Жапонияға ойланбастан соғыс жүргізді? Енді әлем не болмақ? Бәрін алдағы уақытта білетін боламыз. Сіздермен бірге болған желі каналы келесі видеомызда көріскенше.